сәлеметсіңдер ме? Здравствуйте. Бүгін сабақта біз сендермен жалғаулықтарды өтетін боламыз. Сегодня на уроке мы с вами пройдем союзы. Сонымен, жалғаулық дегеніміз бірыңғай сөздер. Сөз тіркесі мен сөйлемдердің аралығындағы қатынасты білдіреді. Итак, союзы обозначают связь между едиными словами, словосочетаниями и предложениями. Жалғаулықтардың түрі ыңғайластық жалғаулықтар. Первый вид – это соединительные союзы. Және, әрі, даде, тате, мен, бен, пен. Соединительный союз и. Мысалы, например, Абай мен Мұхтар. Абай и Мұхтар. Топырақ пен өсімдік. Почва и растение. Жапырақ та, гүл де, и листок, и цветок. Әрі ақын, әрі жазушы. И поэт, и писатель. Келесі түрі қарсылықты жалғаулықтар. Следующий вид – это противительные союзы. Олар – это бірақ, дегенмен, сонда да, алайда. Переводится как но, однако, все-таки. Мысалы, например, көрді, бірақ үндемеді. Увидел, но промолчал. Әдемі, алайда мінезі қатал. Красивый, однако строгая. Дегенмен дәмді, все-таки вкусная. Үшінші түрі талғаулықты жалғаулықтар. Третий вид – это разъяснительные союзы. Мысалы, не, кейде, мейлі, әлдене. Переводится как иногда или неизвестно что. Мысалы, например, не өзіне, не басқаға, не себе, ни кому-либо. Мейлі, солай болар. Да будет так. Кейде жаңбыр жауады. Иногда идет дождь. Жалғаулықтардың төртінші түрі себеп-салдар жалғаулықтары. Четвертый вид союзов – это причинно-следственные союзы. Олар – это өйткені, себебі, сол үшін. Потому что, так как, из-за этого. Мысалы, например, мықты себебі жаттығады. Сильный, так как тренируется. Өйткені алыста, потому что далеко. Сол үшін келдім, из-за этого пришел. Жалғаулықтардың бесінші түрі шартты жалғаулықтар. Пятый вид союзов – это условные союзы. Егер, егерде, әйтпесе, онда. Переводится как если, иначе, то, тогда. Мысалы, например, егер барсақ, онда мұғалімді көреміз. Если пойдем, то увидим учителя. Әйтпесе мен келмеймін, иначе я не приду. Назарларыңызға рахмет. Благодарю за внимание.